Құрметті достар, есімім Күмісбекова Жазира Наухметқызы, Алматы қаласындағы Абай атындағы Қазақ ұлттық университетінің докторантымын. Бүгінгі тақырып жастарды рухани адамгершілік құндылықтар негізінде тәрбиелеудің инновациялық модельдері Алма Қыраубаеваның тәсілі бойынша. Жалпы жастар тәрбиесі қоғамның болашағын қалыптастыруда маңызды рөл атқаратын аспекті. Бүгінгі таңда жаһандану, ақпараттық технологиялар даму және әлеуметтік өзгерістер жастардың рухани адамгершілік құндылықтарына әсер етуде. Рухани адамгершілік құндылықтарды дамыту арқылы жастарды қоғамның белсенді мүшелері ретінде тәрбиелеу бүгінгі күннің өзекті мәселесі. Рухани адамгершілік құндылықтардың маңызы жастардың тұлғалық дамуына, әлеуметтік жауапкершіліктеріне, моральдық нормаларын қалыптастыруға ықпал етеді. Адамгершілік қасиеттер, мейірімділік, әділеттілік, құрмет сияқты құндылықтар жастардың мінез-құлқын, қарым-қатынасын, қоғамдағы орнын айқындайды. Қазақ тілі пәні арқылы оқушылардың рухани адамгершілік қасиеттерін дамыту қазіргі білім беру жүйесінің маңызды міндеттерінің бірі болып табылады. Педагог Алма Қыраубаеваның еңбектерінде қазақ тілін оқыту арқылы ұлттық мәдениет пен адамгершілік құндылықтарды сабақтастыру қажетті ерекше атап көрсетіледі. Оның пікірінше, тілдік білім мен тәрбиелік мақсат бір-бірін толықтырады. Сонымен қатар, сабақ барысында мәтіндер арқылы оқушылардың моральдық, рухани дүниесі дамиды. Бұл зерттеудің өзектілігі, бұл жерде зерттеу 7-8 сыныптың қазақ тілі сабақтарында жастарды рухани адамгершілік құндылықтарын тәрбиелеудің инновациялық педагогикалық модельдерін қарастырамыз. Яғни, бұл слайдта оқушылардың тұлғалық және рухани дамуы үшін сабақта қолданатын тәрбиелік модельдердің түрлері. Бірінші, құндылық бағыттағы тәрбие. Яғни, бұл жерде тәрбиенің басты мақсаты тұлғаны адамгершілік қасиеттерін қалыптастыру, әдеби шығармаларды талдау, сондай-ақ тарихи тұлғалар мен әлеуметтік мәселелерді талқылау арқылы жастардың моральдық көзқарасын қалыптастырады. Екінші, интеграциялық тәрбие. Бұл білім беру мазмұнының әртүрлі пәндер мен мәдени құндылықтар арқылы байланыстыруға негізделген. Әдебиет пен тарих пәндерін байланыстыра оқыту арқылы жастарды патриоттық сезім мен мәдени танымы қалыптасады. Үшінші тәрбие моделі бұл тұлғалық бағдарлы тәрбие. Яғни әрбір жас тұлғаның жас ерекшеліктерін, жеке ерекшеліктерін, қабілеттері мен қызығушылықтарын ескеруге бағытталған. Шығармашылық жобалар, пікірталас пен әлеуметтік бастамалар оқушылардың тұлғалық дамуына мүмкіндік береді. Келесі бұл слайдта бізде тәрбие модельдері және қазақ тілі сабақтарында қолданудың түрі. Бірінші модельдің жаңа 3 моделіміздің түрі, яғни бірінші құндылыққа бағытталған тәрбие, интеграциялық тәрбие және тұлғалық бағдарлы тәрбие. Негізгі идеясымен Алма Қыраубаеваның ұсыныстарымен 7-8 сыныптағы сабақта қазақ тілі сабағында қолданған мысалдар. Бірінші практикалық кейс құндылыққа бағытталған тәрбие бойынша 7-8 сыныпта алдық. Мақсаты оқушылардың ұлттық және жалпыадамзаттық құндылықтар туралы түсінігін қалыптастыру, адамгершілік қасиеттерін дамыту. Бұл жердегі тапсырмалар отбасы құндылықтар мәтінін оқып, негізгі ойды анықтау, менің отбасымдағы дәстүрлер тақырыбында эссе жаздырту оқушыларға, қоғам және адам тақырыбында пікірталас ұйымдастыру 8 сынып бойынша және құндылықтарға қатысты мақал-мәтелдермен жұмыс жасау. Бұл жердегі нәтиже оқушылар отбасы, қоғам, адамгершілік құндылықтарын түсінеді, өз ойын еркін жеткізеді және де соны өмірмен байланыстыра алады. Екінші кейс бұл интеграциялық тәрбие бойынша сол 7-8 сыныпта алып қарастырдық. Мақсаты пәнаралық байланыс арқылы білім мен тәрбиені ұштастыру, ұлттық мәдени танымды дамыту. Бұл жерде тапсырмалар туған жер тақырыбында презентация дайындау, қазақ тілі мен тарих пәнінің бірге интеграциялық байланысын ажырата алу, екінші мақал-мәтелдердің тәрбиелік мәнін талдау, келесі мәдени мұра тақырыбында шағын зерттеу жобасын қорғау, сонымен қатар әдеби және тарих мәтіндерін салыстыра талдау. Бұл жердегі шығатын нәтиже оқушылар әр пән арасында байланысты түсінеді, зерттеу дағдылары қалыптасады, ұлттық мәдениетке деген қызығушылығы артады. Келесі үшінші кейс, бұл жерде тұлғалық бағдарлы тәрбие
7-8 сынып бойынша мақсаты оқушының жеке қабілеттерін дамыту, өзін-өзі тануына және ұлттылық қалыптасуына жағдай жасау. Тапсырмалары менің сүйікті кейіпкерім тақырыбында эссе дайындау, шығармашылық тапсырмалар сурет, постер сақталау, менің қоғамдағы рөлім тақырыбында рефлексия жазу және волонтерлік әрекеттер бойынша талқылау және өзіндік пікір білдіру. Бұл жердегі нәтиже оқушылар өз қабілеттерін таниды, өзіндік пікір қалыптастырады және шығармашылық және сыни ойлау дағдылары дамиды. Осы үш кейсті қорытындылай келе, ұсынылған педагогикалық кейстер Алма Қыраубаева идеяларына негізделе отырып, қазақ тілі сабақтарында тәрбиелік әлеуетті тиімді жүзеге асыруға мүмкіндік береді. Құндылыққа бағытталған кейстер оқушылардың адамгершілік көзқарасын қалыптастырса, интеграциялық тәсіл олардың дүниетанымын кеңейтіп, пәнаралық байланысты нығайтады. Ал тұлғалық бағдарлы бағыт әр оқушының жеке қабілетін ашуға жағдай жасайды. Нәтижесінде білім беру мен тәрбиенің бірлігі қамтамасыз етіліп, жан-жақты дамыған тұлға қалыптасады. Бұл слайдта ғалым Алма Қыраубаеваның және шетелдік ғалымдардың еңбектеріндегі тәрбие модельдерінің салыстырмасы. Яғни бірінші Алма Қыраубаева бойынша біз үш модель бойынша бірінші құндылық бағыттағы тәрбие бойынша, интеграциялық тәрбие және тұлғалық тәрбие бойынша әр ғалымның өз көзқарасын зерттеп қойған болатынбыз. Бірінші Алма Қыраубаева бойынша ұлттық мәдени мұра мен әдебиет арқылы адамгершілік құндылықтарды қалыптастыру. Ал Аманашвили бойынша гуманистік құндылықтарға негізделген тәрбие. Осы негізде шетел ғалымдары Брунер, Роджерстердің пікірлері, Ахмет Байтұрсынұлы, Мағжан Жұмабаевтың, Жүсіпбек Аймауытов пен Біралтарының үш тәрбие модельдері бойынша өздерінің пікірлерін осы кестеге салдық. Ұсынылған кесте педагогикалық тәсілдердің, яғни құндылыққа бағытталған интеграциялық және тұлғалық бағдарлы өзара байланысын және әртүрлі ғылыми мектептердегі көрінісінің жүйелі түрде көрсетеді. Алма Қыраубаева, Ахмет Байтұрсынұлы, Мағжан Жұмабаев сияқты отандық ғалымдар еңбектерінде ұлттық құндылықтар мен мәдени мұраға негізделген тәрбие басым болса, шетелдік ғалымдар Роджерс пен Брунер теорияларында тұлғаның ішкі дамуы мен танымдық үдерістерге көбірек мән беріледі. Сонымен қатар, интеграциялық тәсіл екі бағытта көрініс тауып, білім мен тәрбиенің білікті қарастырудың маңыздылығын дәлелдейді. Жалпы алғанда бұл кестеде қазіргі білім беру жүйесінде осы тәсілдерді кешенді қолдану тұлғаның жан-жақты дамуына тиімді әсер ететінін көруге болады. Осы кестенің негізінде инновациялық модель құрастырылды, яғни Алма Қыраубаеваның тәсілі негізінде жастардың рухани адамгершілік құндылықтары арқылы тәрбиелеудің инновациялық моделі. Бұл жерде модельдің қазіргі білім беру жүйесінде оқушылардың рухани адамгершілік құндылықтары арқылы тәрбиелеу маңызды. Алма Қыраубаева әдісі негізінде жасалған инновациялық модель оқыту мен тәрбиенің бірлігін көрсетеді. Модельде мақсат, мазмұн, әдістер, нәтиже төрт негізгі блок арқылы оқушының тұлғалық және рухани дамуына жүйеленген. Модельдің негізгі мәні тәрбие мен білім берудегі біртұтас жүйе ретінде қарастыруда. Мақсат бөлімінде құндылықтарды қалыптастыруы және тұлғаның рухани дамуы негізделсе, мазмұн бөлігінде тәрбиелік мәтіндер мен ұлттық мәдениет әдістерді мәтін талдау, эссе және шығармашылық тапсырмалар болса, ал нәтиже бөлімінде адамгершілік қасиеттер, ұлттық сана мен әлеуметтік жауапкершілік айқын көрінеді. Осылайша модель сабақ барысында тәрбие және білімділік нәтижелердің үйлесімділік қызметін атқарады. Қорытындылай келетін болсақ, жастарды рухани адамгершілік құндылықтар негізінде тәрбиелеу қазіргі білім беру жүйесінің маңызды міндеттерінің бірі болып табылады. Қоғамның тұрақты дамуы жастардың мәдени, рухани және әлеуметтік жауапкершілігі жоғары тұлға ретінде қалыптасуына байланысты.
Бұл мақалада 7-8 сынып қазақ тілі сабақтарының негізінде жастарды рухани адамгершілік құндылықтар арқылы тәрбиелеудің инновациялық педагогикалық модельдері көрсетілді. Зерттеу нәтижелері көрсеткендей, құндылыққа бағытталған интеграциялық және тұлғалық бағдарлы тәрбие модельдерін қолдану жастардың рухани дамуына және әлеуметтік белсенділігінің қалыптасуына оң әсер етеді. Мақалада талқыланған педагогикалық тәсілдер мен модельдер қазіргі білім беру жүйесінде рухани адамгершілік тәрбиенің тиімділігін айқын көрсетеді. Алма Қыраубаева әдісі негізінде жасалған инновациялық модельде мақсат, мазмұн, әдістер және нәтиже жүйелі түрде байланыстырылып, оқушының тұлғалық және рухани дамуына бағытталған, құндылыққа бағытталған тәрбие арқылы жалпы адамзаттық және ұлттық моральдық қасиеттер қалыптасса, интеграциялық тәсіл арқылы пәндер арасындағы байланысты нығайтып, білім мен тәрбиені ұштастырамыз. Тұлғалық бағдарлы тәсіл оқушының жеке ерекшеліктерін ескере отырып, шығармашылық қабілеттерін дамытуға мүмкіндік береді. Алма Қыраубаева әдістемесі осы үдерісте негізгі бағыт болып, қазақ тілі сабақтарын рухани тәрбиенің маңызды құралы ретінде қолдануға мүмкіндік береді. Сондықтан да білім беру ұйымдарында тәрбиелік жұмыстарды ұйымдастыру барысында жалпы адамзаттық құндылықтарды оқу тәрбие процесінде жүйелі түрде енгізу мен және инновациялық педагогикалық тәсілдерді қолдану қажет деп ойлаймыз. Мына жерде негізгі тұжырым берген, яғни Алма Қыраубаева әдістемесі қазақ тілі сабақтарын рухани тәрбиенің маңызды құралы ретінде қолдануға мүмкіндік береді. Мынау пайдалану әдеттер тізімі. Сұрақ болса қойсаңыздар болады. Savol bormi? Savol mana bu. Hamiyeva. Sizga savolim shundan iboratki, dissertatsiya mavzuingizidagi ilmiy yangiligi aynan nimadir? Осы мақаланың зерттеудің ғылыми жаңалығы, ғылыми жаңалығы. Бұл жерде жаңалық негізінде құндылыққа бағытталған интеграциялық тәсіл және тұлғалық бағдарлы модельдерді қазақ тілі сабақтарында кешенді түрде біріктіріп, практикалық кейстер арқылы ұсыну. Tushunadi. Demak, amaliyotda keyslar orqali Sabaq barısında пайдалану. O'rganish davomida Darsda пайдалану. Nurboyeva Habiba. Assalomu alaykum, hurmatli jamoa. Meni savolim shundaki, siz hozir 7 va 8 sinflarda keyslardan foydalanasiz. Demak, qanday keyslarni ishlab chiqdingiz? Muhimligi nimada? Qanday olimlarning keyslardan foydalandingiz? Ularnikidan farqi nimada siz keyslarning? Жаңа слайдта көрсеткен сіздерге. Мен жаңағы 3 бағыт бойынша кейс алдым. Мына бірінші құндылық бағыттағы тәрбие бойынша кейс, мына жердегі интеграциялық тәрбие бойынша кейс, мына жерде тұлғалық бағдарлы тәрбие бойынша кейс. Бұл 7-8 сынып бойынша алынған. Кез келген кейстер оқушыларды белсенді әрекетке тартады. Сондай-ақ алған теориялық білімді өмірде пайдалана алуына мүмкіндік береді. Бұл модельдерді әрине болады. Негізі біздің соңында шыққан моделіміз мынау модель ғой. Яғни мақсат, мазмұн, әдістер мен нәтиже. Бұны барлық мектепте, барлық жоғары фонда дәрістерде қолданса болады. Бірақ мұғалім, немесе оқытушы, оқушының студенттің деңгейіне байланысты дайындау керек кейстарда. Даму деңгейіне байланысты. Өйткені әр оқушының деңгейі әртүрлі ғой. Соған байланысты дайындаса, барлық мектепте қолдануға болады. Bo'ldi mi? Hammaga rahmat. Sog' salomat bo'linglar. Rahmat sizga.